Canva'да презентация жасау үшін мынау главныйға барасыз, ашқан кезде тіркеліп кіресіз ғой. Одан кейін осындай главная страница шығады, презентация дегенді таңдайсыз. Міне жаңа бет, осыны өзгертіп өңдеп жасай бересіз ғой, мына расположение. Фон өзгертесіз, әрі қарай мына жерде дизайн бар. Дайын дизайн таңдауға болады. Элементтер бар, түрлі элементтер қолдана аласыз. Мысалы, мына элементті алсақ, осыны қойып, ішіне сурет саласыз. Интернеттен кез келген суретті копировать етіп алып, мына жерге вставить дейсіз. Енді былай әкелсеңіз, осы шаблонның формасына келе қалады. Әрі қарай фигуралар, тексттер бар. Заголовок жазсаңыз болады. Тексттің түсін өзгерте аласыз. Анимация қосуға болады. Осылай ауыстырып өзгертіп жасай бересіз. Егер дайын шаблонмен жасаймын десеңіз, мына дизайнға барасыз. Жазасыз эволюция деп. Эволюция. Мына коронасы бар шаблондарды алмайсыз, ол платный подпискаға ғана қолжетімді. Применить 15 страниц, заменить все страницы дейсіз. Міне дайын шаблон, ештеңені ауыстырудың керек жоқ, тек жазуларыңызды қойып сабақ. Ауыстыра салып тастауға болады, жазуларды ауыстыруға болады. Суреттер жылжиды. Осыны өңдеп өзгертіп қоя бересіз. Мысалы, мына сурет ұнамай ма? Аны алып тастайсыз. Орнына басқа сурет әкеліп қоюға болады. Ставить дейміз. Суреттің ішіне кіріктіре саламыз. Сосын удалить фон онлайн деген бар. Google-ға жазасыз. Удалить фон онлайн. Міне бірінші remove деген сайтқа кіресіз. Бұл суреттің артындағы керек емес фонды алып тастайды. Мысалы, мынаны алайық, осының артындағы жасыл фон керек жоқ делік. Бұны бірінші рабочий столға сақтап аламыз. Рабочий столға сақтаймыз. Сосын удалить фон онлайн дегенге келіп, загрузить изображение дейміз. Рабочий стол. Міне. Міне көрдіңіз ба, артындағы фон кесіп алып тастады. Скачать дейміз. Рабочий столға сохранить етіп қоямыз. Сосын міне ол суретіміз копировать етіп жаңағы канвамызға алып келіп қойсақ болады. Ставить. Көшпей қалды. Қайтадан копировать етеміз. Копировать. Ставить. Міне қойылды. Көрдіңіз ба? Мына фонмен, фонсыз. Өстіп кез келген суреттің артындағы фон алып тастап әкеп әсемдей беруге болады. Сосын қалай бөлісеміз? Слайдыңызды түгел жасап боласыз ғой, әр бетін. Одан кейін поделиться дейсіз, скачать. PDF түрінде жүктеуге болады. Сосын презентация PPTX деп тұрады. PowerPoint форматында жүктеп алуға болады. Картинка түрінде жүктеуге болады. Немесе ссылкамен доступ бере салуға болады. Создать ссылку для общего доступа дейсіз. Міне ссылка для общего просмотра деп тұр, астында копировать ссылку дегенді басасыз. Болды, копировать етіп, оны жіберетін адамға жібере бересіз.